Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге қазіргі уақытта белең алып тұрған жұқпалы ауру ветеринка туралы айтатын боламын. Бұл видеода сіз ветеринканы қалай емдейміз, ветеринка кезінде не жасауға болады, не жасауға болмайды, осы тақырыптар жөнінде ақпараттар аласыздар. Және де ветеринкадан кейін қандай анализдер тапсыру керек, қалай оны пневмонияға айландырып жібермейміз, бронхитке айландырып жібермейміз. Осы сұрақтарға жауаптарыңызды аласыздар. Сол үшін видеоны аяғына дейін көріп, маған подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ветеринка дегеніміз не? Ол яғни желшешек, яғни ауа арқылы жұғатын жұқпалы ауру болып табылады. Адам баласы бұл ветеринкамен енді өлілгеннен бір рет ауырады. Бұл ветеринканың бір жақсы жері деп айтуға келетіні, бір ауырған адам екінші рет ауырмайды. Хронический қалып кетеді, яғни оған иммунитет қалыптасады организмде. Оған ветеринка кезінде инкубационный кезең болады, яғни ол бір апта, 2 апта көлемі аралығында. Мына ветеринканың қоздырғышы ағзаға түскеннен кейін, яғни толық денеге шығып, толық денемізге тарап, мынау денеге бөлтіктер шыққанға дейінгі кезең, ол инкубационный кезең деп аталады. Ол кезде мүмкін, егер иммунитет төмен болған жағдайда бас айналып, слабость болып, балдарда сондай болуы мүмкін. А так былай көп адамдар ол кезде білмейді, өзінің ветеринка жұқтыртып алғанын да білмейді. Солай басқа адамдарға да білмей өзінің ветеринкасын жұқтыртады. Бөртік шыққаннан кейін вот басталады сол кезде. Егер де сіздерде прививка болмаған жағдайда ол ауыр өтеді. Прям денеде температурасы көтеріледі, баланың бөртіктері шығады, слабость болады, тамаққа аппетиті болмайды. Осындай белгілер болады ауыр жағдайларында. Ал осы кезде біздің аналарымыздың жасайтын қателігі, баланы деген енді бір ыстық комнатаға қамайды ғой. Үйдің бәрін ысытады. Өзінің ыстығы шығып атқан баланы ыстық комнатаға қамайды. Кейбір аналарда сондай жағдайлар болады. Олай жасамаймыз. Ол кезде комнатный температурада 20-25 градуста ұстаймыз баланы. Одан кейін көбірек тамақ беруге тырысамыз, чтобы иммунитет слабость болып қалмау үшін, еще слабый болып кетпес үшін. Одан кейін тағы бір аналардың қателігі зеленка жағады. Қазір зеленканы енді бұрынғы кездері белгілеу үшін жаққан, оны бір емдік ешқандай қасиеті жоқ ветеринка кезінде. Яғни белгілеу үшін, яғни мынау денеге бөртіктер шығып бітті, полный шықты, тоқтады, бөртіген шықтады, и ветеринка ауруы сонымен тоқтайды. Яғни оның барлық жер зеленка жасыл болып тұрады да, и новыйдан уже ешқандай бөртік шығып жатқан жоқ, яғни белгілейді солай. А так осы бір зеленканы алып бара жатқан ешқандай да емдік қасиеті жоқ. Және де аналардың тағы бір қателігі баланы жуындырмайды ғой. Баланы суық тигізіп алады, одан кейін үшігіп кетеді деп ойлайды. Олай болуы мүмкін, если сіз салқын сондай жерде жуындыратын болсаңыз. Конечно, енді ветеринка болып жатқаннан кейін температурасы жоқ кезде ыстық комнатада жуындырасыз балаңызды, және де прям мочалкамен езбесіз балаңызды. Марганцовка болмаса түсі бар ғой, сондаймен жуындырамыз. Ол ветеринканың ертерек жазылуына жаралатын жағдай. Қышуды алады, еще ветеринканың ертерек жазылады. Одан кейін бала қаситын болса, ветеринканың ізі қалып кетеді. Сол да жуындыруымыз балдарды. Одан кейінгі мамалардың тағы бір қателігі, мамаларымыз баланы бір настроениесі болса да, настроениесі жақсы болып, ойнағысы келіп тұрса да, жоқ, постельный режим деп жатқыздырып тастайды. Олай болмайды. Баланы таза ауаға шығарып тұруымыз керек, таза ауа керек ол кезде балаға. Содан кейін ойнағысы келеді ма? Хорошо, ойнасын, потому что ветеринка уже денесіне шығып қойды. Полный шығып қойды, енді ол баладан ол уже не заразный ол бала уже. Егер де бала прям слабый болып өзі жатқысы келіп тұратын болса, ұйқысы келіп, вот сол кезде комнатаның ауасын тазартып тұруымыз керек, влажный уборка жасап тұруымыз керек комнатаға. Ал енді ветеринка кезінде қандай дәрілер береміз?
бірінші ацикловир, балаға 200 граммдық дозасын өзі жетіспей болады. Үлкен кісілерге арналған визрулоз 500 граммдық дозасын береміз. Температурасы көтерілген жағдайда ибуфен немесе парацетамол береміз. Баланың денесіне синафлан немесе фенистил. Синафлан, егер фенистил әсер етпеген жағдайда синафлан жағамыз, потому что ол гормональный мазь, сол үшін оны көп қолданбағандарымыз дұрыс. Негізі ветеринарка кезінде және де ең басты бір емделудің жол ол су береміз, балаға сұйықтық береміз көбірек. Су, компот, не ішкісі келеді сұйықтықтан, соны көптеу береміз, потому что ол мынау ветеринарка деген дененің сыртына емес, іштегі тамақтан бастап бүкіл шығады, адам ішіне полный жеп, ал су оны шайып шығады. Түсінікті да? Мамаларымыздың тағы да бір қателігі. Бұл енді білмеймін, қалай осындай нәрсеге сенуге болады. Қызыл киім кигіздіріп қойып. Білмеймін, бұл вообще, ну ладно, өзіңіздің психологияңыз үшін, ладно, бұны жасай берсеңдер болады, бірақ бұның ешқандай да пайдасы жоқ. Медицинский фактор бойынша. Ал енді сіздерге айтып өткенімдей, баланы таза ауаға шығарамыз, баланы 2-3 күн сайын жуындырамыз, тұз сумен немесе марганцовкамен денесін шайып аласыздар да, сонда баланың денесі қышымайды, тазарады деген сияқты ғой. Потом балаға көп су береміз, сұйықтық береміз. Ветеринарканың бір жаман жері, ветеринарка біткеннен кейін 90%-ке адам иммунитетін құлатады. Не только бала, біздің өзіміздің, үлкен адамдардың өзін страшно құлатады. Сол үшін ветеринаркадан кейін D3, железо және кальций осыларға анализ тапсырып, төмен болса көтеріп береміз. Баланың иммунитетін бірінші қалыптастырып аламыз. Мысалға, 2 апта бойы балада инкубационный кезең болды, 2 апта ол ауырды, 2 апта баланың иммунитетін восстановить етіп аламыз, мектепке, садикке жібермей салдым. Содан кейін барып қана жібереміз, потому что одан кейін, егер де вот солда ең жаманы баланың денсаулығы, иммунитеті құлады, басқа вирустардың баланың организмге кіріп, одан сайын өршігуі оңай болады оларға. Сол үшін пневмонияға, бронхитке ұлғасып кетеді. Сол үшін бірінші иммунитетін восстановить етіп аламыз. Ветеринаркада 1 жас пен 8 жас аралығында ауырған жақсы деп айтуға болады. Себебі ол кезде балдар бізде организм более жақсы болып тұрады. Ветеринаркамен 20-25-тен кейін ауырған қиын, потому что ол кезде уже біздің организмімізде восстановление болуы оңай емес. Сол үшін кішкентай кезінде ауырып кеткен жақсы деп жатады ғой. Вот сол үшін айтылған ол. Мен келесі видеомда кор жайлы айтатын болам. Оны жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қойды, ұмытпаңыз, подписаться етіңіз. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қалдырыңыз, мен міндетті түрде жауап беретін болам. Осы ветеринарка жайлы түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше келесі видеода жолыққанша.